Мына неше күннен бері бүкіл қазақ елі болып Магнумға қарсы бойкот жариялап жатырмыз, айтып жатырмыз, видео түсіріп жатырмыз, Магнумға барып тексеріп жатырмыз, үндеу жолдап жатырмыз. Бірақ байқадыңыздар ма? Осы 3 күн бойы бірде-бір әнші, спортшы, олимпиада чемпионы ешқайсысы бір ауыз үндеген жоқ. Мен көрмедім. Бір әншінің немесе бір әртістің осындай Магнумға қатысты дау болып жатыр екен. Мен де өз ойымды ашық айтып кетейін деген көрдіңіздер ма? Тек қана Қайрат Нұртастың әкесінің видеосын ғана көріп қалдым. Яғни Магнумға қатысты видеоны көрдім. Бұл талап дұрыс, қазақ елін қолдаймын деген. Бірақ басқалардан үн жоқ. Қалай сонда? Әлде біздің әншілер, әртістер, спортсмендер, палуан, батыр деп айтатын олимпиада чемпиондары немесе жеңімпаздары басқа әлемде, басқа планетада өмір сүріп жатыр ма? Марста өмір сүріп жатыр ма? Әлде керем ба? Соқыр ма олардың? Көздері көрмей ма? Неге олар қазақ елін қолдамай жатыр? Неге қазақ тілі үшін өздерінің позицияларын айтпай жатыр? 2020-2024 жылдар аралығындағы олимпиадалық циклға $650 миллион ақша бөлінген спортсмендер үшін. Олардың өздері бір қарық қылдырып орындалған жоқ. Алланың қалауымен сондай болды, андай болды, ақ болды, көк болды деп. Шығын. Ал олимпиададан орын алғандарға, жеңімпаздарына бүкіл халық болып қошемет көрсетіп, қымбат сыйлықтар, көлік, пәтер сыйлап, қошеметтеді, көкке көтерді халық болып. Бірақ дәл қазіргі уақытта халықтың жан айқайы шығып, тілі үшін арпалысып, ашуланып жатқан кезде олардың ешқайсысы үндемейді. Неге олар бір пост жазбайды ең құрғанда? Не видео салмайды, не пост салмайды. Әнші әртістер қайда? Қазағым, елім, туған жерім деп ән айтып, қазақтың тойынан қалмайтындар. Қайда солардың барлығы? Талғардағы Шерзат оқиғасынан кейін де осы әншілер, әртістер үндемей қалған сол кезде. Инстаграмда миллионнан астам оқырмандары бар блогерлер қайдасыңдар сендер? Қайдасыңдар тәтелер? Неге үндемейсіңдер? Неге сендер қазақ тілін қолдап, неге қазақ тілін қорғамайсыңдар? Әлде сендер қазақ емессіңдер ма? Осындайда кімнің кім екенін білінеді ағайындар. Қазақ тілі тек қана нағыз қазақтарға ғана керек. Кейбір адамдардың түрі, тілі қазақ болуы мүмкін, бірақ жүрегі қазақ емес болуы мүмкін. Бүкіл Қазақстан Магнумға бойкот деп шулап жатқан кезде, TikToktағы барлық видеолардың Магнум жайлы болып жатқан кезде қалай үндемей отыруға болады? Түк көрмеген адамдар ұқсап. Мен миыма сыймай тұр. Бойкотты жарияладық, басын жақсы бастадық, енді оны ары қарай жалғастыру керекпіз, түбін түсіру керекпіз. Бізге нәтиже керек. Енді Магнумның парақшасына біз жалып лақтырып, 500 мыңнан астам оқырмандар бар екен ғой. Соны біз бұғаттау керекпіз. Осыған атсалысайық ағайындар.